Құдай аспан домалақ ғалам. Жаман бүтпеушіліктен, топас жаман түгмесілік бүтпеушіліктен өз-өзін жаратқан, өз жарығынан жаратқан бізді осы әлемде ана дүние домалақ өсе береді. Өзі мәңгі жарық домалақ көгілдір ең биік күш жарық аспан домалақ ғалам болған мәңгі жаратушы бес мыңдай жалғыз жақын бітпеушілікте жалғыз домалақ ғалам Құдай мәңгі жаратушы 95%-ға ұлы қасиетті бірлік 95%-ға бірлік ұлы қасиетті мәңгі жарық. Мәңгі жарықтардың бәрі, өмірдің бәрі 95%-ға Құдайдан тарайды. Жер, су, ауа бәрі Құдайдан тарайды 95%-ға. Сонда 95%-дан 1% жарығын 5% Құдайдан қосты, 6% Құдайдық болды, ашықтыққа шықты. 18% әрбір баста жерді ұстап тұр, 18% Құдайлығымен. 18% Құдайлығымен жерді ұстап тұр. Және 95% ауасы тарайды, 99% ауа, әділетшілік ауасы жерді ұстап тұр. Бізді ұстап тұр, ауасы. 1% осы байланыс бар ауада. Түгмесілік, жаман, топас осы байланыс. Құдайдан, жүрегінен, жанынан өтетін 1%. 18% Құдайлығынан өтетін бітпеушілікке. Сонда біз бітпеушілікпен байланыстамыз. Сонда тиындықты қалай жинау керек? Тиындық ол сөз. Сөз жүректің тазалығы, жанның жарығы, ойдың ақылдығы. Бітпеушілік туралы айту керек, ауа туралы айту керек, Құдайға сиыну керек. Сонда сөзін жүріп тұрады. Солай. Ойын, сөзін, жүрегін таза болса, жанын жарық болса, қанша пайызға жарық. Ойын ақылды болса, білмеймін, өзімен өзін өмір сүрсін, ешкімге жамандық істемей. Соған тырыссан, қаншаға жамандық істей алмайсың. Соншаға сөзін жүріп тұрады. Білмеймін. Құдайға сиынып, Құдай аспан домалақ ғаламға, мәңгі жаратушыға. Онсыз түгмесілік, жаман, топас, бітпеушілік қабылдамайды. Әділетшілік ауа қабылдамайды. Құдайсыз, аспан домалақ ғаламсыз.